Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы. Бүгінгі біздің қазақ тілінің тақырыбы нұсқаулық жазамын, дара және күрделі етістік деп аталады. Олай болса балалар, дара және күрделі етістікті еске түсірейік. Дара етістік дегеніміз не? Бір сөзден тұратын етістіктерді дара етістік дейміз, ал екі не болмаса одан да көп сөздерден тұратын етістікті күрделі етістік дейміз. Дара етістік не істеді? Жазды. Күрделі етістік не істеп жатыр? Жазып отыр. Жарайсыңдар. Күрделі етістік пен дара етістік еске түссе, олай болса, назар аударамыз. Нұсқаулық дегеніміз әлденені орындау, жүзеге асыру тәсілі мен тәртібін бекітетін тәртіптер жинағы. Жалпы алғанда нұсқау деген мағынаны білдіреді. Бүгін сәуірдің 17-сі, дәптерімізді ашамыз, тақырыпты жазамыз, 36-шы жаттығуға назар аударамыз. Өлеңді түсініп оқимыз. Елден алғыс алғанмын, мен бағбанмын, бағбанмын. Бақ қызығы керек пе? Кел балақай көмекке. Адамға тән шыдам күш, балаға тән ұнамды іс. Бағбан бала атансаң, айтам саған мың алғыс. Бұл өлеңнің авторы Бейсебай Кіріспай. Балалар, өлеңде кім туралы айтылған? Дұрыс айтасыңдар. Бағбан бала туралы айтып тұр. Олай болса, бұл өлеңге бағбан бала деген ат қояйық. Ал енді өлеңдегі негізгі ойды анықтайық. Негізгі ойымыз еңбек ету, бағбан болу, иә? Жарайсыңдар. Енді 37-ші жаттығуға назар аударайық. Жас бағбанның есіне тақырыбындағы нұсқаулықты әрі қарай жалғастырып көрейік. Бірінші, үстіне қозғалуға ыңғайлы киім ки, бас киім киюді ұмытпа. Екінші, еңбек құралдарын қалай пайдалануды үлкендерден сұрап ал. Үшінші, аяғыңа ыңғайлы аяқ киім киіп ал. Төртінші, қолыңа қолғап киіп ал. Бесінші, өткір құралдарды пайдаланғанда абай бол. Яғни, бұл нұсқаулық бағбан болу үшін, бақшада жұмыс жасау үшін керек нұсқаулық деп ойлаймын. Сендер де өздерің ойларыңнан осы нұсқаулықты жалғастырып жазып алыңдар. Келесі 38-ші жаттығуға назар аударсақ, мәтінді оқуымыз керек. Тыңдаймыз. Жемістер денсаулыққа пайдалы. Себебі олардың құрамында дәрумендер мол. Дәрумендерге бай жемістер қатарына апельсин, мандарин, ананас жатады. Енді жемістерді қалай пайдалану қажет тақырыбына нұсқаулық құрастырып көрейік. Біріншісін мен үлгі ретінде көрсетіп тұрмын. Жемістерді жарамдысын іріктеп алайық. Ары қарай өзің екі нұсқасын жазып көр. Енді үйге тапсырма 39-ші жаттығу жұмбақты көшіріп жазамыз, етістіктердің астын сызамыз. Қайсы етістік дара күрделі екенін айтып береміз. Олай болса, сабағымыз осымен аяқталды. Сау саламат болыңдар.